Сәлем. Бізді көбісі қияли деп есептейді. Сені де біреулер қияли дейтін шығар. Неге екенін білмеймін, бірақ бұл сөзді көбісі негативті түрде қабылдайды. Сені бір халықтан тыс шеттетіп жатқандай. Солай ма? Бұл атау негізінде көбінесе шығармашыл адамдарға тиесілі, бірақ барлық шығармашылық адамдарды қияли деп атамайды. Жалпы қиял деген не өзі? Орыс тіліне аударсақ, ол фантазия. Оның үстіне воображение сөзі де қиял болып аударылады. Былай қарасаң, орыстың екі сөзі қазақ тілінде бір атаумен аталады екен. Қызық, өйткені фантазия ол адамның ойында пайда болатын, кейде шындыққа сай емес, түрлі ойлардың қосындысынан жинақталған белгілі бір дүние. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Қолдан шығатын найза немесе аспанда ұшатын кит сияқты. Ал воображение дегеніміз ол манағы фантазиядан шыққан нәрсені адамның ойында елестете алу, көре алу мүмкіндігі болып табылады. Сонда қиял дегеніміз бұл осы екі түсініктің жинағы. Яғни бір нәрсені ойда құру және оны көре алу мүмкіндігі. Вот, осы жерде мән беріңіз. Мүмкіндік. Возможность. Әлемдегі осы күнге дейін жарық көріп келе жатқан әрбір шығармашылық дүние толықтай адамдардың қиялынан шыққан нәрселер. Ежелде құрылған әлемнің жеті кереметі. Космостағы станциялар, сен ұстап отырған телефон, тізім үлкен, бұның бәрі адам қиялының нәтижесі. Исаак Ньютон қиялы болған, Майкл Джексон қиялы, Стив Джобс, Билл Гейтс қиялы. Қиялы болған құрмет, ол жақсы нәрсе. Саған біреу сен қиялыйсың десе, оған рахмет деп жауап бер. Әрине барлық нәрсенің теріс жағы да бар, бірақ ол туралы төменде сөйлесерміз. Видеоның басында айтқандай, көбісі бізді қиялы деп есептейді. Рахмет. Сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан, Актаун Talk үшін. Көріскенше.